Абайлап сөйле аузыңа дұшпанның бірі тіл деген. Өзіңе жеңіл болғанмен өзгеге әуір зіл деген. Аталарымыз осы сөзді бекерге айтпаса керек. Ал пайғамбарымыздың өнегесіне сүйенсек, кімге, қай жерде қалай сөйлейтіндігімізді үйретіп кеткен. Ендеше өнер қырандары театрының мына бір қойылымны көңілімізге түйер тағылым да аз емес. Давай, кірген адам кірді, қалған адам қалды, менің кінәм жоқ. Болдыры, давай. Уақыт жоқ, қазір отпрак уже. Так, давайте, провожаем, отъезжаем, давай. Тез болсаңдар ше, бірақ мит қалып жүріп кетеді ғой. Тез, болсаңдар, шықсаңдар ше, не деген адамсыңдар? Әлі жарты сағат бар, асықпаңдар. Алейкум ассалам. Ала кетесіз бе көке? Алакөл? Қой, ойға бармаймыз ғой, Алакөл қайда? Жоқ. Ала кетесіз ба деймін. Ала кетесіз деймін. Сөйтіп қатырақ айтпайсың мәнім. 20 жыл проводник. Өзің көріп тұрсың ғой. Құлақта тыдыш басқа ештеңе естімейді ғой. Әдет болып қалған десеңші. Әдет қол олмай, әдетің не сенің? Үйде мен біреу тербетіп жатпаса ұйықтай алмаймын мен башы. Одан кейін біреу тербетпей тоқтатып қалса, орнынан ат тұрып туалетті құлтап тастай беремін үйде. Сондайым бар енді. Ай көке, не деген ақ көңілгісіз көке? Кіре берейін ба? Мен саған кір деген жоқпын. Ақ көңілдігін пайдаланып міне. Ала кетсеңші көке, армияны бітіріп кететін. Қаншаға бітірдің? Түсінбедім. Жоқ, просто армияны бітірді дейсің бе? Ақыр бітіріп тыныпсыңдар ғой армияны. Біздің кезде бала 3 жыл болған, одан кейін 2 жыл, кейіннен 1 жыл. Кеше башы заң не қылдыр? 40 күн қып тастадың армияны башы. Жас баламыз. Біздің кезде бар ғой, керемет болады 40 күн ойлашы өзің. Енді көке ала кетсеңші, сізге айтып тұрған жоқпын мен. Ала кететін не жоқ? Орын жоқ, көріп тұрсың ғой. Көке, аяғым тайып кетті, кешіріңіз. Что такое, Кешіріңіз, байқамай қалдым. Қарасайшы көзіңе. Кешіріңіз. Не беспредел мынау? Болды, кешіріңіз. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Бірінші вагонда ма? Осы бірінші вагон осы. Не деген бәлесіңдер сендер? Европада бірінші вагон деген ол бас жағында. Сендерде не мынау керісінше аяқ жағында. Ана жақта жаяу келетім ғой мен. Біздікі арабский вагон ғой. Керісінше де кітапта керісінше жазылады ғой. Кешіріңіз, әзіл түсінбейді екенсіз ғой. Мен әзілдетпесен үйді. Жолға шығып баратқан деген настроениңіз көтеріп тұрғаным ғой. Біз жұмысын... На таком транспорте қайдағы настроение? Транспорт? Өзі ғой енді. Бол, кіре беріңіз. Бірінші көпе. Осындайлар түсінбейсің ғой. Беспредел. Беспредел болсын мінбе пойызға. Не? Ештеңе, жол болсын, көке. Жол болсын. Көкем, настроение жоқ қой? Настроениесі қайдан болады, інім? Ауа райын көріп тұрсың, боран, самолетке барады, ұшпайды, трассаға шығады, машина жүрмейді, көріп тұрсың ғой өзің. Содан кейін ашымданады адам. Сол ғой көке, ала кетсеңші деп тұрғам. Сол ғой, мен де ала түсінсеңші енді көке. Інім, орын жоқ болып тұр ғой. Көке, мен емес, анамды ойлаңызшы. Үйде анам күтіп отырып, бәлен күн мені көрмеген. Көке, ала кетіңізші, пожалуйста. Анаң үшін ренжімеші, орын болмай тұр ғой просто. Көке, мен шығарып салғанда қызым әлі күтіп тұр сол вокзалда. Ала кетіңізші, өтініш көке. Қой, немене бәле, хатико ма немене ол? Вокзалда жұмыс істейді ғой, просто сатушы болып. Амал жоқ күтіп отыр десей вокзалда сіз. Ала кетіңізші көке. Бауырым, вообще көреміз қазір. Орын болып жатса. Көке, маған да оңай дейсіз ба? Көреміз. Сіздердің ұйқыларыңыз тыныш болсын деп, түн ұйқымды 4 бөліп, ұйықтамай, шекара күзетіп, мылтық алып қолыма, толарсақтан саз кешіп, сізге дейін қар кешіп, бляхамен үзгішонкі жеп, тушонкі жеп. Маған да оңай дейсіз ба, көке? 62 тамырымды ейіп. Ойбай. Анам, Рейхстагқа ту тіккен сен емес па? Не болды? 40 жыл су ішеткен адам құсып. Как будто мен үйімді ұйықтап атқанда басымда күзетіп отыр адамдан құсап айттың ғой. Сізді сондай басыңызда өткенше ала кетсеңші, не болды көке? Інім, қаз сен ала кетсем, бригадир көріп қойса, екеумізді ала кететін адам керек болады одан кейін. Өтініш көке. Көреміз қазір. Сәл күте тұр, орын бос болса алып кетемін. Бос болмаса ренжіме, түсің ба? Өш жерде болам, болды, өш жерде бол. Қазір мен көріп келейін ішті. Балам, жүр, үлгермей қаламыз. Әке, ана қызыл мотоцикл көрдіңіз бе, кетіп бара жатқан. Әне қыз, әне кет. Әке, анан қара, ана, жасыл машинаны қара, әке, ана қара. Жасыл. Жоқ, ол жасыл емес, ол көк. Көк деген сондай түс па? Иә. Но вокзал ма, әке?
иә вокзал. Бағанағы барғанымыз ол аэропорт, мынау вокзал. Вагондар мен ойлағаннан да үлкен болады екен ғой, ә? Енді Мына орманда жүрмін. Мына қазақ фильм киносына той болыпты ғой. жүр балам, кірейік ішке қарай. Ja, қайда? Орын жоқ көке. Қалай орын жоқ? Біздің билетіміз бар. Ja, басқа вагон көріңіздер, бірінші вагонда орын жоқ. Біздікі осы бірінші вагонда жазылған билетімізде. Билетіңіз ол жарамайды, сұрау өтіп кеткен сіздің. Қалай жарамайды? Мен әлі көрсеткен жоқпын ғой саған. Білем ғой, сары билет қой ол, бая. Күзде алып қойған билет қой. Қыста ақ билет алу керек қазір, білесіз бе? Сондықтан да барыңыздар, басқа вагонға. Тәке-тәк билетсіз жүргенде көп. Қалай жүресіздер билетсіздер бар, басқа неге? Түк түсініп тұрған жоқпын. Сен кімсің өзі? Проводник. Проводник? Я проводник. Так, не болып жатыр, не болып жатыр? Міне проводник. Ассалаумағалейкум. Сіз ғой жолсерік, иә? Мен ғой жолсерік. Мен мына кісі сонда кім? Мен жай серікпін. Просто серік. Жай серік. Не болып кетті өзі? Не білдіріп тұрсың? Жо, сен бәрі дұрыс. Не білдіріп тұрсың? Жо, ала кетіңіз деген ғой, жақсы кісілер екен біз. Билетіңіз бар ма? Иә, билетім бар. Документтер бар ма? Билетім бар. Болды, алып өтеміз ағасы. Қазір көрсетемін. Әке, бүкіл вагондарды санап шықтым. 24 вагон бар екен. Ал бағана біз көргенде ол да 20 вагон болды. Иә, көрдің бе қалай күші ода, иә, тартатындай. Қазір тағы санайым. Міне, көрсетемін. Сіздің балаңыз ба? Иә, менің балам. Удостоверениеңіз бар ма? Иә, бар, міне. Жасы 22 дейді. Кішкентай бала сияқты. Удостоверениеңізді көрсетіп қойсаңыз жандасында. Жасы қанша деген біліп тұрсың да. Енді ерке ғой, енді осылай жүргісі келеді енді. Болды, кіре беріңіздер. Отправление қазір уже 2 минут. Балам, жүре ғой. О, Ұстай қой, сумканы ала қой. жол болсын, кіріңіздер. Жайғаса беріңіздер. Кетейін Всё, деп отыр ғой. кет. Көке, кетейін деп отыр ғой, мен не істеймін, көке. Ала кетсеңші, өтініш. Жүрші бауырым, жүрші. Ахмет, көке, әкел, қолды өңіз, көке. Бұл жақсылығыңызды ешқашан ұмытпаймын, көке. Үйленсем басқадағы жүремін сізді, көке. Қайқа? Бұйырса үйленем ғой, кішкентай болам ғой, ұлымның атын сіздің атыңызға проводник деп қоямын. Менің атым проводник емес. Серік. Әкемнің аты Жол. Атамның аты Темір. Темір жол, Серік. Ух, семейный бизнес екен ғой. Балды, давай. Жүр. Ашаяқта. Кеттік па? Кірейік, Бол, өз жерге жайғаса беріңіз. Бол, ассалаумағалейкум. Әке, қара жүріп бара жатырмыз. Әке. Жай кішкене. Жоқ, балам. Біздің пойыз жүрген жоқ, ол келесі пойыз жүріп жатқан. Иә. Қарап отқанша танысып отырайық. Менің есімім Нұрқасым болады. Ахмет болады. Менің ұлым Тимур. Ай, бәрекелді. Рысқали. Болды. Рысқалиев. Қазақи ат екен, Атыңыз Ырыс береке дегендей. Атыңыз күшті екен қазақша, бірақ өзіңіз кішкене. Қайда баратсыздар? Ауылға қыдырып қайда? Иә, ауылға қайтып бара жатырмыз. Ауылға? Иә. Мен де үйге бара жатырмын, әскерден келе жатырмын. Отанның алдында борышымды өтеп, Ой, жарайсың, ой. служить етіп дембіл болып келе жатқан бірақ дембіл дейтіндей барғаннан дембіл болдым, шүкір әйтеуір. Ауылда жүргеніміз бар, көшеде жүргеніміз бар дегендей, барғаннан патыр-пұтыр кетті ғой. Орнына қойғансың ғой, бөлінеді, анау-мынау бөлінбеңдер деп, несін бөлінесіңдер, бәріміз бір дейміз деп. Бәрін шетінен пытырлап, даман қалдырмай, оры болып кәм, даман қалдырмай. Ротаны бір өзім ұстадым ғой. Жалғыз қазақ, өзім ұстадым. Сонда сен қай жақта служить еттің? Атарда? Өзіміздің атар ма? Иә. Ей, бұл Қазақстан ғой. Просто эмоция беріліп кеттім. Айтып Айтып отырыңыздар басқа өздеріңізді нешен алып. Жылы шар керек. Жылы шар керек. Жұрт жылы отырмын. Жылы істеймін ары қарай. Қайда? Ары жылы іштағы. Тәге, ыстық, абайлаңдар. Қайда барам енді? Ойбай, қол кеп барады, қол кеп. Ойбай! Енді
Енді қалған күйіп қалдым ау. Ойбай, анамды көрем дегенде күйдім ау. Звондасаңдаршы, скорыйға бірдеңе шақырсаңдаршы. Ей, бауырым. Ей, қарамайсың ба, күйіп қалдым. Ей, ішінде жоқ қой бұның. Ей, бірінші вагоннан ақ келедім, келем екінші төгіліп тауысылып қалдым. Шошып кеттім. Жатайыншы. Проводник. Не мынау? Не ұнамай жатыр? Қайда жатырсың сен? Кімдерге сатқансыңдар билет сендер? Сатқанында қарамайсыңдар ма кішкене? Классмен сатпайсыңдар ма адамды? Адамдарға Не сатамыз мынау? ғой біздер. Кім мыналар? Адамдар ғой. Не анау айғайлап отыр. Мынаның баласы айғайлап отыр. Әкесі қалды енді айғайламаған. Не Не істейді? беспредел мынау, Заңды билеттерімен кіріп отыруға мен. Басқа жаққа жатқыз білмеймін. Өздерінің билеттерімен кіріп отыруға қайға жатқызам ол. Болмаса мен Бар жоқ қой басқа көк. Хабар көшеміз әдемі ел бұл бала. тарапта. Сабыр сақтап Жолда отырайық. жатыр арада мыңдаған. Сен мені күтіп алдың әскерден. Тағы не жаздам? Мынау ән айтып жарты жолдан ұйықтап кетті ғой. Өзің тоғын өз суыра салды ғой кәдімгі. Болды, отыра беріңіз, отыра. Қазір келем мен. Әке қара түйе! Командир! Ыдыстар жуылды. Бәрін тазалап қойдым, ротаны жуып қойдым, ішті тазалап қойдым, командир. Ұрмаңыздаршы, өтініш, дембілдер, тиіспеңдер. Тиіспеңдер. Не өп көт? Әскерде қалай жүргенін айтып қой. Түс көріп кет. Құдай сақтасын, дембіл болып жүрейінші. Әке қараңыз, табиғатты айтам да. Аха. Керемет үлесіп тұр ғой, Иә. Ана таудың әдемілігі, шыршаның жасыл болып тұрғаны, қардың жауып тұрғаны, Енді балам қарасаңшы. Алланың әрбір жаратылысының өзі сондай көркем. Қарамайсың ба? Оның ішінде сені мен мені адамды қандай сұлу қылып жаратқан қарашы. Сені қандай қылып сұлу жаратқан қарашы. Мен жақсы көрем. Мен де жақсы көрем. Үстіге шығам. Абайла. Иә, сонымен бірге шығып кет, жарай. Жастығың бар ма? Бар. Аха. Жақында жақарып жақында. Аха. Қаншада мына баланың жасы? Ау. Қаншада мына бала? 22-де. Мынауың даптардай адам ғой, үлкен адам ғой. Неге сонша өйтіп еркелетесің? Енді Не керек бар осып еркелетіп? Ей, кәмелеттік жасқа толып ма болды ғой, үлкен адам ғой ол. Өзінің жеке өмірі болу керек қой. Баланы оқыту керек, шоқыту керек, болды, одан кейін жұмысқа салу керек. Біле білсең бар ғой, бала деген ол депозит. Жастайынан ақша саласың, одан кейін саған ол барлық қайтару керек. 2 есе 3 есе. Не мынау? Енді бізде білесіз ғой, енді қазақта тәрбие, енді балаға деген бір мейіріммен қарау керек қой енді. Мейірімділік, не мейірімділік ол? Осы қазақ байлық құртады бар ғой бәрі. Европада бала 16-ға толма, бітті, оның жеге кетеді. Өз өмірі бар, жеге тұрып шығады. Тұрып жүреді өзі, біледі қайда барады, не істейтін. Сен де бұл қазір өмір бойы беліңе байлап, қолына жетектеп жүрейін деп жүрсің ба? Менің балам Лондонда оқиды. Сол жақта тұрады, жұмыс істейді. Қазір сол жақтан келе жатырмын мен. Сіз сонда Лондонда тұрасыз ба? Ол жақта тұрмаймын, осы жақта тұрамын мен. Балама барып келе жатырмын. Біраз уақыт болдым қасында. Оның өз өмірі бар. Неге онымен бірге тұруым керек? Мен ертең ауырып қалсам, неге оған проблема болу керек? И так өзінің проблемасы жетеді оның. Керек жоқ бүйтіп баланы еркелетіп. Әке! Жапса өзіңді болды. Татша аяғыңды. Болды ғой, жетеді ғой. Сен мына жерде тұр, білесің ба? Противно уже сен дауысың. Сабыр қылың сабыр. Қой шейсің. Дауысыңыз анжаға жетіп жатыр. Енді сабыр қылыңыз енді. Балам, сен ренжіме, жарай ма? Ағалардың мазасын. Мен саған мынаны берейін, балам, қара. Балам, мынау құрастырғыш пазл. Егерде жақсылып құрастырсаң, әлемнің картасы шығады. Егерде құрастырсаң, сен білесің ба, қандай жігіт боласың? Мынандай жігіт боласың, Ал, құрастыра қой, жарай ма? Көрмеген бала ғой мынау. Үйден шығарып тұрмайсыңдар ма, хотя бы мынау?
Ештеңе көрмеген ғой мына өмірінде. Түк көрмеген бала ғой. Дұрыс айтасыз. Бұл бала түк көрмеген бала. Өйткені сол бала кезінен ақ екі көзі көрмейтіндей соқыр болып қалған. Осы балаларымызға жүректеріне мейірім ұялатып, ең бастысы
имани тәрбие берсек, ол да өзінің артындағы ұрпағы да сондай тәрбие бермей ме? Адамзаттың асыл тәжі болған екі дүние сардары пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның өзі айтқан жоқ па? Егерде адам мейірімді көрсетпесе, Алла тағала оған да мейірім танытпайды деген жоқ па? Біз ең бірінші осы мейірім арқылы балаларымыз арқылы отбасымызды, одан ары қарай сол мына қоғамды дұрыстыққа тәрбиелесек, сол біздің ең басты міндетіміз емес пе? Әке, Иә, құрастырып біттім. құрастырып біттің бе? Жарайсың балам, сен қалай жылдам құрастырдың? Әлемнің картасын бұлай танымаушы едің ғой. Жоқ, әке, мынаның артында адамның суреті бар екен. Сол адамды түзетіп едім, әлемнің картасы өзі-ақ түзеліп шықты. Көрдің бе балам? Егерде адам түзелсе, әлем өзі-ақ түзеледі. Жарайсың, жарайсың. Бауырым, мен жаңа сөздеріңді шын айтамын, қатты қиналып тұрмын қазір. Ұялып тұрмын бір жағынан. Еш нәрсе етпейді. Ренжімеңізші маған. бауырым. Балам, сен де ренжімеші. Өзім сондай бір жаман әдетім бар. Бір нәрсенің байыбына жатпай өзім айта салам да кейін артынан өкініп жүремін. Енді түсініп отырмын, шыны керек. Бір нәрсенің ақ қарасын анықтамай жатып, ол жайында ешқашанда пікір айтып, ол жайында ешқашанда артық сөйлемеу керек екенін енді түсініп отырмын бауырлар. Ренжімеңіздерші маған. Ойбай! Ей! Не болды, көзіңіз көріп кетті ме? Ей! Станцияға тоқтап тұрмыз ғой. Естеш, Ей, айтпайсың. Ой, ұшағым өтіп тұрады. Ойбай! Балам, Заттарыңыз балам, бар ма? Заттарыңыз бар ма? Шығарып салайын. Жүріңіздер. Ой, Естеш. Балам, ұстай ғой. Бүгін қызықсыз ба? Айтпайсыз ба? Мен деген. Алдың ба, балам? Естеш, әңгімелесіп отыр Естеш. Керемет әңгіме болды. Өлгөрме қалмай, өлгөрме.